бәрін естіп алдым, көрдім, кім не айтатын. Перизатқа да айттым, негізі айтқым келген жаңа реклама барысында да ше, түсіндіргім келген, бірақ бұл қыз до конца тыңдамады, басын ғана тыңдады да. Неге сен маған айтпадың дейді ғой. Сен неге білсең маған айтпадың, оны эфирде айтам деді ғой. Не үшін эфирде айтылу керек деймін да, мысалға. Ладно, жарайды, өзім шындығымды айтатын болсам, біз сол күні басында жаңа өзім Тимамен негізі сол күні есіме кездесу жасаған болатынбыз. Біздің бірінші кездесуіміз болған. Содан кейін мен балдарға барам деп айтып кеткен болатынмын. Сөйтіп балдар сәл кеш босаймыз деді. Өзім Тараздан келген балдар кеш босаймыз деді. Хорошо. Тима қалада жүрді. Жарайды, келді. Одан кейін айолар келіп қалды. Жарайды, мен кете берейін. Маған тыныштық керек деген сияқты айттым да. Перизатым таңсық басып жатырмын. Лучше ешкім көрмей қойсын, мен кете берейін дедім да. Ертең солай айтқан болатын. Бір потом айауым білем сол ЖК-да тұратын. Балдармен біз сол жақта жүрдік, сол примерно сол кафешкада 24-7 істейтін неде бар, тамақтанып отырдық. Одан кейін сол жігіттердің үйіне бардым. Өзім үйіне барайын десем, балаусақан үйде мен кішкентай сестренкам бар, үлкен кісілер бар. Ол кісілерді оятқым келмейді да мен. Түнгі 3-те болсын, мен оятқым келмейді. Сол үшін мен балаларға айттым, давай сен жақтарда қона салайын деген сияқты. Азанда мен тұрдым, аяуын хабарластым. Өтірік емес, шындық. Сен неге барасың ба дедім, студия жаққа барасың ба, мен такси шақырып қойдым, бірге бара салайық дедім. Мен енді шығып жатырмын, хорошо деді да, чемодандан бар еді деді. Білсеңіздер, айау күніге бір чемоданмен келеді да өзі. Хорошо тогда дедім да, жаңағы подъездін ашты, сол кезде алып чемоданмен такси келген болатын. Сол жерге барып салдым. Если мен ондай бір үйде қонатын болсам, бірдеңе бүлдіретін болсам, балаусақан ол жерде бөлекте шығып кетуге болады негізі. Ол бірінші шығып кетті, мен екінші шығып кетті деген сияқты. Ол жерде факт, что мен до конца келдім, студияның алдына дейін сол жерге түстім, сол жерде бірге де кірдік датаға. Өткенде мен өзім шындығымды айттым, кім қалай түсінеді, өзіңіз сараптасаңыздар болады. Менде еще сол күні балдармен түскен видеода суреттер бар, мен өзім көрсете аламын. Яғни бір үйдің ішіндегі екі пәтер. Бөлек тіпті... Жоқ, бір ЖК-да, аяу білмей қай подъезде екен, бір 3-ші или 4-ші, мен на жақтағы ЖК-да болдым. Ол сол жерде ғой. Жақсы. Негіз сумканы көтеріп жіберші дегеннен кейін ғана мен сол жерге кіріп, алып, көмектескен болатынмын. Ситуация мүлдем басқаша болып шығып жатыр. Енді Алан мен Аяулымның таныстығы не болады, Ғалымжан мен Перизаттың таныстығы қалай болып өзгереді?